Sizге, осы отырған сіздерге, бәріңізге де ректорымыз профессор Есенгелді Өміржанұлының ыстық сәлемін жеткізе отырып, бүгінгі конференцияларыңызға сәт сапар тілемекші. Әрбір іс осындай ұйымшылдықпен, бірлікпен өтелсе, осы жерде бәріңізде жазушыны бір тұтып, көркем сөз шебері, асыл сөз зергері Тәкенің рухына тағзым етіп келіп отырсыздар. Сондықтан менің сіздерге тілейтінім, осындай бір жазушының, осындай бір киелі адамның әрдайымда әруағы желеп жебеп жүріп, шығармашылықтарыңызға шабыт қосыла берсін, дендеріңіз сау болсын, әрдайымда жақсылықта осындай тойларда кездесе бересіздер. Ал енді Керімбек аға, мен енді жалпы мынау не болма сценарий барлық жағын ұйымдастырып, осының ары қарай жүргізуінің бәрін филология факультетінің ұжымында болғандықтан, мынау біріншіден келген қонақтарды өте бір жаңағыдай осындай бір ой бөлісуге келген қадамдарыңызға гүл бітсін дей отырып, Керімбек аға, енді өзіміз ғой ары қарай жалпы біздің конференцияның бағыт-бағдары мен, баяндамашысы мен, ары қарай жүру мақсаты мен өзіңіз таныстырып, ары қарай жүргізе бересіздер. Енді мен өмірім кейін жаңағы ойлап қалмаңыздар, бұл тағы да Болысбек сөйледі де кетті деп ойдан аулақ болыңыздар. Бүгінгі отырған мынау студенттерді, құрметті төрде отырған алқа мүшелері, бүгін халықаралық студенттер күні. Сондықтан айналайын отырған жас буын студенттер, сіздерді осы бір халықаралық студенттер күнімен құттықтағым келеді. Бүгінгі күндеріңіз құтты болсын. Білімді болыңдар, білікті болыңдар. Осындай ағаларыңды, апаларыңды ұялтпаңдар. Осындай жазушының ақыр класын таңдаған екенсіңдер. Сол салада не бір өте бір шығармалар беріп, бәрімізде оқығанда ойып, осы біздің студенттерді ой деп жүрейік. Сол тілейтін сен. Менің қатар елуада халықаралық студенттер күнімен сағат 3-те үлкен мәжіліс залында басталып жатыр. Болысбек Тәшбекұлы осы Тәкеннің құрметіне, біздің факультетке деген құрметпен осында келіп, сіздердің осы конференцияны бастап берейін деп ректордың тапсырмасымен, ректораттың атынан құттықтап, ол бүгін біз барлығымыз Мәкеңе рахмет айтайық. Осы Мәкеңде көпшілік қой. Сондықтан жаңағы ол жердегі жұмысқа сіз бара берсеңіз болады. Ай бітпейсіздер, енді мен барайын. Ал бірақ мен келіп тұрам. Алматыда. Жақсы рахмет. Біз енді алдымен мынау Тәкен Әлімқұловтың қазақ әдебиетінің классигі ғой. 80 жылдығы дегенге ақталып өткізбекшіміз. Бізге мына келіп отырған қонақ сіздермен мен таныстырайын. Соның алдында Сабырбек Олжабай дейтін белгілі жазушы, сатирик, мына Оңтүстік Қазақстан газетінің бөлім меңгерушісі, осы әдебиет, мәдениет, ғылым жағында Сабырбекті неге шақырайық. Проректордың орнына ма? Иә, проректордың орнына ғой, оны әлі оның келесі алды ғой. Сосын бұна сізді келсеңші? Жоқ, айбеттен, бізде де сол жаңа Болысбектің несі бар, мероприятие, соған барып кетеді. Ал енді жаңа кім Болысбек таныстырып өткенде мына мархабат Байғұтов ағаларыңыз отыр. Соның соң мен жаңа таныстырайын дегенім Тәкеннің жақын туысқаны, үлкен дәрігер, әрі мынау әскери де ішті бар, мына әскери санчастың көп жыл начальнигі болған полковник,
Мырзабек Әтеров дейтін ағаларыңыз отыр орталарыңызда. Тәкенің бұлай өте жақын туысы, пікірлес болған. Сол біз өтініп, келіп, осы неде Тәкен жөнінде бір-екі ауыз естелік айтып берсеңіз деп өтінгенбіз. Ал енді мына апталықтың бағдарламасы біраздарыңызда бар, біразыңызда жоқ болуы мүмкін. Сондықтан мына бұл де бойынша бүгін апталықтың ашылуы соған байланысты ғылыми теориялық конференция. Сонан соң келесі күндері мына оқытушылар мен студенттердің Тәкен тағылым атты методологиялық конференциясы болады. Сонан соң студенттердің шығармашылық және мәнерлеп оқу конкурсы болады. Тәкен талантының жұмбақ сырлары атты газеттер шығару, көңіл тақырыптар конкурсы, диспут өтеді. Және апталықтың қорытындысы әдеби музыкалық кеш болып өтеді. Ал енді бүгінгі конференцияға 4 баяндама ұсынылып отыр. Ол енді мына бейлік өзіме тигеннен кейін, сосын тәртібі бойынша бірінші мына Тәкен Әлімқұлов көркем сөздің құдіреті шебері деген тақырыпта мен жасаймын. Тәкен Әлімқұловтың әңгімелерінің көркемдік ерекшелігі деген тақырыпта мархабат ағаларың жасайды. Әлімқұлов және тіл мәдениеті деген тақырыпта Амангел Жаппаров, бізді кафедра меңгерушісі профессор, және Әлімқұловтың ғылыми сын еңбектері деген тақырыпта Шығыстан университетінің аға мұғалімі Клара Бейсенбаева жасайды. Сондықтан осы неге уақытты жібермеу үшін осыны кірісейік. Мен 10 шақты минуттың айналасында баяндама жасайық. Рұқсат болса. Мен енді олай уақытты ұту үшін қазақ әдебиетінің өркендеп өсуіне өзіндік мөл үлес қосқан көрнекті қалам қайраткері, жазушы, ақын, әдебиет сыншысы, ғалым Тәкен Әлімқұловтың туғанына 80 жыл толып отыр. Ол 1918 жылы 27 қыркүйек айында қазір оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданында туып өскен. Алғаш ауыл мектебінде білім алып, қара таныған Тәкен 1937 жылдан Ашсай кентінде жұмыс істей жүріп, жұмысшы жастарының кешкі мектебінен білімін жалғастырады. Кейін Шымкент қорғасын заводында жұмыс істей жүріп, қысқа бар мақала, очеркте жазумен қаламын ұштайды. 46 жылдан қаламгер оңтүстік Қазақстан газетінде жұмысқа ауысып, онда жауапты хатшы қызметіне дейін көтерілді. Осы кезеңде Тәкеннің оңтүстік Қазақстан газетінде Теріскей 1946 жылы 15 қаңтарда, Сәбеттің әсері 1 ақпан 46 жыл, Бақыт құшағында 11 ақпан 46 жыл, жас ақындарымыздың өлеңдері туралы 26 ақпан, бір-екі сөз 10 сәуір, уланған балық, тағы басқа мақалалар басылған екен. Көп ұзамай Тәкен Алматы қаласында Ленинші жастау кезде қазіргі Жас Алаш газетіне қызметке ауысып, онда да өзінің көптеген қаламалы туындыларын жариялаған. Біздің күләш 47 жылы, жас жұмысшылар дүкені, сәуле, Қаратау аясында деген сияқты 47 жылы мақалалары басылған екен. 1949 жылы Мәскеуде Горький атындағы әдебиет институтына оқуға түсіп, соны бітіргеннен кейін 70 жылға дейін Әлімқұлов сол о кезеңдегі астанамызда СССР жазушылар одағында әдеби кеңесші болып қызмет атқарған екен. Осы Мәскеуде оқып жүрген кезінде 1950 жылы жазушының өлеңдері Сапар атты жинаққа басылып шыққан екен. Мұны содан бастап әдеби еңбекпен етене араласып, көптеген өлең, сын жазумен қатар көркем аудармен де айналысқан. Дүниежүзілік классиктер Әлішер Науаи, Низами, Пушкин, Лермонтов, Маяковскийдің өлең поэмаларын, Сент-Экзюперидің Кішкентай шахзада, Горкийдің Зерттелген дүние памфлетін,
Павленконың Бақыт, Поповтың Құрыш пен Қоқыс, Николаеваның Орақ ұстында атты романдарын қазақ тіліне және қазақ жазушыларының кейбір шығармаларын орыс тілінде аударған екен. Поэзия жанрынан жаңа аталған Сапар атты өлеңдер жинағынан жазғы жаңбырлар 62 жылы, 69 жылы Боз Жорға, 80 жыл Қаратау өрнектері атты өлең кітаптары. Әдеби сыннан Абай 1954 жылы, Жемісті жолда 58 жылы, Прошлое и настоящее 66 жылы, Жұмбақжан 72 жылы. Осы нелері мақала зерттеулер азарында кітап болып бастаған екен. Сондай-ақ екен 3 роман, 10 шақты повесть, 100-ге тарта әңгіме осы мақала жазып қалдырған екен. Әлімқұловтың өмір бойы сарылып еткен еңбегінің өн бойына көз жіберіп ой жүгіртсе, жазушының әдебиет жанрының барлығында дерлік қадам тартып, барлау жасағаны мен өзінің бауыр басқан басты жанры проза мен сынға, оның ішінде шағын прозаға баса дем қойғанын байқаймыз. Ал осы шығармалардың тақырып аясының кең әралуан болып көрінгенімен, түптеп келгенде өзінің тоңыншы орындай басыбай тақырыптарында сараланып шыққанын байқауға болады. Ол алдымен туған ел, туған жер, суреттері мен бейнелері. Өмірі мен өнер өзектес болған творчестволық тұлғалардың жан сыры мен талант тағдым. Және сонымен қатар ер қанаты, жан серігі болып саналатын жылқы жануарының адам тағдырында тыныс тіршілігінің орнына келіп саяды екен. Мұна негіз осындай 3 түрлі тақырып деп айтуға болады. Әрине бұл аталған тақырыптардың әрқайсысы жеке оқшауланбай, бірімен-бірі біте қайнасып, қамшы өріміндей жұмырланып, бітісіп, бірімен-бірі тұтасып келеді. Әлімқұловтың бүкіл творчествосын бірден байқалатын басты ерекшелігі оның туған ел, өскен жердің бітім болмысына, халықтың рухани тыныс тіршілігіне, этнографиялық өзгешеліктеріне терең бойлап, аршып суреттей алу болса керек. Сол Тәкеннің шығармаларынан өзінің туған елі жаңағы Теріскей деп, Созақ өңірі деп атқан, соның жусанының иісі, мына самал лебінің желінің лебі айқын есіп тұрған сияқты. Елдің жердің қадір қасиетін, яғни елдің елдігін, ерекшелігін танытатын алдымен оның адамы, азаматы десек, жазушы бізге қалдырған әдеби мұрасында халқымыздың ардақты ұлдары Шоқан Тәттімбет, Ахан Махамбет, Сейтек Ықылас, Сәкен, Сүгір, Әбікен сияқты асқақ тұлғалардың сомдақ соққан галереясын көз алдымызға жайып салады. Бұл аталған өнер саңлақтарының өмірі, еңбектері әдебиетіміз бен ғылымымызда бұрын соңды кеңінен баяндалып, айтылып, ашылып келеді. Солай бола тұрса да, олар Тәкен еңбектерінде өзгеше қыр сырымен танылады. Жазушы шағын әңгіме повестермен-ақ кең көлемді романға артар ауыр жүкті жеңіл ғана көтеріп әкете алғандай. Ол үшін сол өнер қайраткерлері творчестволық өмірінің өте бір ұрымтал шешуші сәтін тақырып етіп таңдап алады. Айталық Сапарсаз атты шағын әңгімесінде Шоқан өмірінің ең бір толғақты сәтін, яғни денсаулығына байланысты әскери қызметтен босап, ел арасында бет алған сапарын, оның ішінде жолай ұлы ғалымның өзіне қатты әсер етіп, ширап тастаған кішкене бір оқыс оқиғаны сюжеттік желетіпті. Жоғарыда аталған шығармаларындағы сияқты ұтқыр ситуацияны дәл тауып таңдау арқылы тамшыдан теңіз дәмін танытқандай кейіпкердің жан дүниесіне, талант тағылымына терең бойлап бара алған. Оқушы алыс жолда салтатпен сапар шегіп, айқыш ой шырмауында келе жатқан осы сәттен Шоқанның өткен өмірі жайлы, содан түйген толғақты ойларының түйсік сезімі мен ертең туралы, күдік болжамдар туралы түйінді мағлұматтар алып, сол арқылы ойшыл ғалымның өз ортасымен, қоғам өмірімен қарым-қатынасына қаныға түскендейсіз. Жолай кездескен мына бір оқиға, тұралап өлім күтіп жатқан кәрі тұлпардың айналасына ұран салып, даурығысып, шапқан қиқушыларға елігіп орнынан атып тұра шабажан өлуі Шоқанға қатты әсер етіп, оны тың бағдарға бастап, жаңа үмітке мегзейді. Ол әлемдегі данышпандардың дімкәс кезден қалай айыққан еске түсіріп өтті. Дарын атаулыға керек сенім, өз сезімін, өз сүйенішін, осы сәтке дейін ол өзін